Барлығына сәлем. Біз бүгін 91-ның жаңа шыққан бәрі біледі бейнебаянына реакция жасайтын боламыз. Бүгін менде қонақта Нұрка досым. Қане барлығымыз бірге тамашалайық. Қане кеттік. Ескерте кететін жайт, әнін шыққаннан кейін мен өзім бір рет тыңдағам. Нұркада 4, даже 5. Жақсы. Сен әнін жақсы біледі екенсің, онда жақсы онда. Кеттік. Тағы да 100 Entertainment. Бала. Шашынтысы өзгерген. Айдананың клипінде осындай техника қолданған ғой. Иә, үзбей бірге. Ана арғы экранында әлемде болып жатқан қатыгездіктерді атом бомбалар Дарға гүлдер асылған. Şaşan gün göz жұмғанды көрінбейді шамдан Тыңдашы әне табиғат жаула Ол бізге ана соңықтан сауа Жері, су, от, жер Бір-біріне тең сондай мінсіз Өзгеруді мүлдем қажет етпейді Керісінше бізге өзгеру керек деп білем Ешқашан да кеш емес немесі ерте Жүрегі барларды өзіммен бірге ертем Жалғыздың дауысы алысқа ескімейді деген менде Мен оған кеспеймін енді ойлашы Біз бір болсақ не болады түсіндің ба Жетсең әкел бізді берді Әлеміміз ласталды деген. Тардағы жіптер тарқатып отыр екен ғой. Басқа ұлттың адамдары, иә? Қолындағы татуировкасы бұрыннан бар ма еді, жоқ? Бар. Шынайы ма? Иә. Еркіндіктің мәні не дейді оны көрмегесін Дәмін ерні бұл әріптерде Сәні тердің мен жаймен тердің көрген әр әсерді Мәлім деймін сені бар нәрсем Кешкі түнгі және тәңертең Біз үшін бұның бәрі өртенді Көк сұрланды бұл түтіннен Бір кінәләп бірін түртуде Бәрі бөлінуде біртіндеп Бірақ 7 миллиард бір бүтін ел 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 Тек ол нәрсе іске асу үшін Не керегін Махаббат ренжиді Мен іздемейді Не керегін іздемейді Махаббат ренжиді Мен іздемейді Не керегін We are the world дейді. Біз әлембіз дейді. Көріп отырғанда өзің бір шыннен қатты бір өкініш болады екен Расында әлемнің не деген қатыгез адамдары деген. Жақсы, бірінші досым, сен өзіңнің бұл расында де адамдардың қатыгез неге осыншама қатыгезбіз дегенді көрсеткісі келген сияқты. Көрсеткісі келген сияқты емес, көрсетіп тұр, иә. Және де жаңағы мысалы бала
қалың қоқыстардың ортасында отыр. Эйс болса экранындағы бүкіл әлемдегі болып жатқан жаңа қатыгез жауыздықтар, атом бомбаның жарылуы, тағысын басқаларды артында суреттеген. Әлемде дарда гүл асылу болады. Сосын соңында барлығы жақсы жағына қарай өзгерді. Сосын біздің қолымызда деген сияқты, біз өзгерте аламыз. Әлемді барлығымыз өзгертеміз. Біздің жастардың келешек буынның қолында дегенді көрсете отырып, осы бір жас ағашты отырғызған себебі сол сияқты. Сосын жаңағы бейнебаянның ар жақ фонында ағылшынша қалың мағыналы сөздер, мен байқап арасында оқып отырдым. Жақсы мағыналы сөздер. Соңындағы сөздің өзі біз әлембіз деген. Шынымен де біз әлембіз, барлығы біздің қолымызда. Әлемді қалай керектенсек, солай бағытталады деген сияқты. Жер анамызды құтқару біздің қолымызда дегенді көрсетіп тұрады. Сосын жаңағы екі рэперіміздің жаңағы сөздерінде былай құлақ салып тыңдайтын болсаңыздар, сол әлемде болып жатқан нәрселер, мысалы не үшін дегенде жақсы айтып кеткен. Барлығының сұрауы бар дегенде де. Сұрауы бар деген. Соңында кімде 7 миллиард 1,5 ел. Шынымен де 7 миллиард адам барлығымыз негізінде осы жер шарында 1,5 елміз дегенді айтып тұр. Ал енді қайырмасы керемет, қайырмасы керемет. Бұлай бейнебаянды көріп отырған кезде жаңағы дар тұрады, арқасылған жаңағы гүлдер тұрады, соны көріп отырғанда іштей көңілің бір төмен көңілсіз болғанымен жаңағы қайырма ырғағы кәдімгі билегінге пісіп отырады. Бірақ та жаңағы бейнебаянды көріп отырғанда кісі өзінен өзі бір көңілсіз мұңайта отырып көңілдендіру. Менің сөзімді дәл айтып берді досым. Ал бейнебаянда түсірілім болған кезде жаңағы Айдана медианың тәтті дауыс дегендегі бейнебаянда керектенген техниканың керектенген тағы да қазір қолданылған. Содан кейін тағы да бір жаңа шыққан осындай, мен бір тағы да интернеттен көріп отырған кезде осындай секундына мысалы мына жерді көрсетіп тұрып тура былай қарай аттайды деген бір секундта 2 секундта тез жылдамдық көрсетіп жылдамдықпен алады деген. Ешқандай несіз, бұлыңғырсыз. Сол енді техниканың жаңағы күшті жоғарылады, техникамен түсіргенді көрініп тұр. Ән маған күшті ұнады. Ән нөмір тыңдап жүргенге әдем келеді. Жаңағы қайырмасы бұрынғы әндеріне соңғы екенінде ұқсамайды. Мүлдем жанры бір басқа сияқты. Расымен де 91 өздері айтты ғой, біз қазір басқа 91-быз. Бұрынғы 91 біз емеспіз. Біз басқа әлемде жүрміз. Біз 2091 жылға кеттік дейді. 2091 жылы бәрі жақсы болады, иншалла. Жақсы, кісілерге көп рахмет. Бізді қолдап, subscribe және қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Тағы да басқа әндерге және бейнебаяндарға реакция істейтін боламыз, және алда тағы да менің блогтарым бар, сонда тамашалаңыздар. Жақсы, біз бір әлембіз. Көріскенше. Peace.